Сәлем достар. Сәлем достар. Анелян каналына қош келдіңіздер. Бүгін бізде Қызылордада жаңбыр. Иә, сол үшін андай не болып тұр да, үйдің іші қараңғы болып тұр, свет жағып қойсақ та. Сіздерге көруге жарық болсын, ыңғайлы болсын, күзде жап-жарық болсын деп осылай штативті қосып қойдық. Сіздер де біздер де барлығымыз каникулдамыз. Как раз каникулда жасайтын ойыншық деуге де болады. Зат па, ойыншық па. Влогтан көріп жүрсіздер сіздер. Анеля әртүрлі шортыстарда, влогтарда, кішкентай коробкалерден, қағаздардан жасап жүр. Енді біз видеоға арнайы сіздер үшін үлкендеу қылып жасайын деп жатырмыз. Ол заттың аты Фиджет бар. Вот, мен айта алмадым енді дұрыс. Фиджет бар деді. Түсінгенім, АСМР сияқты жасайды, видео бар затты, дыбысы шығатын зат. Коробкаға қойып қояды да, келіп Иә, мынақта Алихан мен Аяна ойнап жатыр, қой десек қоймай жатыр, біз видео түсіріп тастайық десек те тыңдамай жатыр деп жалбайып тастаппын біраз. Очень достар, қараңыздар, үйде бар заттармен жасалады. Сіздер де шортыстардан көріп жүрген шығарсыздар. Қазір тренд, көп шортыстар бар, көп көреді, біздің Анелялар жақсы көреді, сондайлар жасағанды. Сонымен осындай үйде бар мусорларды жинады. Үйде не бар? Керек емес қой, бірақ толковока, иә? Бұл жаңа өздері әшін ойнаған ғой. Енді Анеляның жинаған заттары қазір скотчпен коробканың бетіне жабыстырады. Енді примерно түсініп тұрған шығарсыздар. Тағы заттар қазақ. Так, мынандай осындай боянатын, қас бояйтын, тарақ керек болады дейді. Мынандай екі пустой зат бар, бұл бір наклейка ма бірдеңеден қалған, иә? Қазір бұның ішіне моншақ салады ау деймін, екі түрлі. Иә, моншақ салам. Сосын қалып қойған бір заттары, челленджде ма бірдеңеде қалып қойған осындай заты бар екен. Мынау попит керек болады. Мынаның ішіне қазір әртүрлі заколкілерді жабыстырады. Еще мыналарды бөлек-бөлек жабыстырып қоямыз былай қойып. Иә, сосын мынау да дауыс шығады дейді. В общем, осындай заттар дайындап қойды. Қазір енді мен сарайдан коробка әкеп беруім керек, қырқып, сосын барып жасайды. Сіздер де жасап жатсыздар ма үйде, или енді жасайсыздар ма? Бұндай ойыншық сіздерге, или жасап қойдыңыздар ма? Комментарийға жаза беріңіздер. Мен сарайға барып келем. Или сен барасың ба? Дала жаңбыр болып тұр. Міне мен коробка алып келдім. Коробканы осылайна жыртып ала салдым. Қазір жиектерін түзулеп қырқу керек. Иә? Жиектерін түзулеп қырқамыз. Содан кейін барып мыналардың бәрін осылай жабыстырады. Немен жабыстырамыз? Скотч па? Тұстарын скотчпен жабыстырамыз. Ыстық клей де бар үйде? Иә, ыстық клей де бар. Просто ыстық клеймен жабыстырсақ, қазір заттарымыздың бәрі бүлінеді, қайттан алуға ыңғайсыз, андай жаман болып қалады. Сосын достарымыз скотчпен жасай береміз. Міне достар, осылайна коробканы аккуратно жиектерін қырқып алдық, шаңын сүртіп алдық. Бізде бұл осындай пештің коробкасы екен. Сонымен коробка дайын болды енді. Бетіне мынандай ақ қағаз жабыстырам дейді Анелюк. Бірсе жабыстырмайым дейді. Жиектері бір түрлі болып қалады шығар деп. Сонымен жабыстырмайтын болып шешті. Осылайна жасай береміз. Біз ютубтан көріп жүргендер осылайна жасай салады. Иә? Так, енді осыған скотчың қайда? Скотчың жоқ қой. Скотч алып, мынаны былайнан бүйтіп жабыстыра береді. Мен түсінгенім бойынша, короче, бәрін жабыстырады да. Содан кейін бәрін тықырлатады. Деген дауыстар шығу керек. Еще мынаның дауысы күшті шығатын сияқты. Деп істейсің ба? Қалай істейсің? Еще мынандай моншақтар алып қойды. Қазір осының ішіндегі заттарды, моншақтарды, мынаяқтандай бисерлер бар ғой. Міне осындай бисерлерді бөліп, үлкендерін, кішкентайларын бөлек, мына ыдыстарға салады. Астын жабыстырады, ішін ашқан кезде шықыр-шықыр деген дауыстар шығу керек қой. Давай жасай бер енді. Неден бастайсың? Байғаш, анау төгілсен, 2 сағат жинаймыз мұнаны. Мына жақта қыздардың жасап жүрген нелері бар еді. Бұрын көп жасайтын еді, атын еді. Бисер. Чокер. Иә? Достар, бізге қайшы, скотч, және осындай үйдегі бар заттар керек болады. Ең бірінші мен үлкендеу попиттен бастаймын. Еще жабыстыруға ыңғайлы екен, иә? Иә.
дауысы қатты шығады. Иә, дауысы күшті шығады. АСМР жасаймыз қыз бәрін жабыстырып болғаннан кейін. Егер дауысы шықпай жатса ше, өзіміз ауыздан айта саламыз ба? Бақ, жақ, быдық, бабақ деп ше. Біз 2 сағат болды отқанымызға, скотчты алып Өйді. Бумажный сюрприз сияқты аштың ғой. Бұрында өйсіп бір бумажный сюрпризді құртып алайын. Жыртып алып едің ғой. Міне, бір затымыз дайын. Үстіне еще бұны былай алып жүре бересіңдер, е? Болды енді келесін жасап. Біреуін жасап, мәз отыру. Енді осындай ухачеткілерді жабыстырамыз. Қалай жабыстырасың? Қазір. Анан бәрін жеке жабыстырасың ба скотчпен? Әлде үстерінен бір не ала саласың, жабыстыра саласың ба? Осылар бұқылар ма? Кімнен сұрадың? Көріп отқан қыздардан сұрадың ба? Менен сұрадың ба? Қайсымыз жауап берейік саған? Бізімнен сұрадым. Енді түсіндім. Осылай жабыстырып аласың ба? Ар жағын алған кезде коробке жабысады екен ғой. Бәсе не істейін деп жатыр деймін. Үйдегі ухачисткінің бәрін құрттың. Қайта күшті, үйде ухачистка болмайды бізде. Аяна біз сені естіп жатыр. Алихан мен Аяна ойнап жүр. Шуламаңдашы, видео түсірек дегенбіз ғой, сөйтіп екеуі сыбырлап жүрді. Бірақ бәрі естіліп жатыр сыбырлағандары. Достар, арнайы видео түсірем деп, Анеля деген тырнағым әдемі болып тұрсын деп осылайынан боятып алды маған. Қазір АСМР жасаған кезде күшті шықсын дауысы деп. Ойбай, дауысы деппін ғой. Қандай тырнағым әдемі болып тұрсын деп. Сол үшін Анеляға қолдап жүріңіздер, лайк басыңыздар Анелікке. Күшті болды. Әрқайсысын жабыстырған сайын сөйтіп отырасың ба енді? Шайнектен жасамыз ба? Шайнектен бірдеңе ғой, әйтеуір. Бірдеңе, екіден емес, бірдеңе. Екіден емес, бірдеңе. Ойбай, Анеля. Жабыстырып жатыр, ал мен яқтан тағы да көріп тұрмын ғой. Анеля яқтан мен андай калькулятор көріп тұрмын. Можно, иә, жабыстыруға? Тағы не бар? Ақтарсаң ішін біраз мусор шығатын сияқты ғой. Жабыстырадым. Десеңе. Қош десеңе деп. Не еш рет істеп отырсың? Десеңе деп жүресің. Так, достар, енді қайсысын жабыстырайым? Давай мына екеуін жабыстырып, ішіне ойыншық қосамын. Я қағы жабыстырсам? Бетіңе жабыстырсай, күшті болып тұр. Мен 2 ыдысты жабыстырып қойдық. Енді машинаны жабыстырып жатыр. Неге теріс жабыстырып жатсың? Дөңгелегін айналдырам. Былайша машинаны өзін түртсең де дауыс шығатын сияқты. Иә? Жарайды, жабыстыра бер. Осындай сағыз жабыстырамыз. Ыңғайлы жабыстырды осындай тегістер. Достар, енді заколкаларды жабыстырамыз. Қандай түрлерін аласың? Заколкаларын көп. Как бір жылтырлы алайық та, алтын жылтырлы. Алтын сияқты ше. Сосын жылтырлы алайық. Сосын тағы... Анелюк деген біразын жабыстырып тастады, уже мына жерге қалам жабыстырды. Сосын андай заколкалар. Так, не қостың тағы да? Мынандай косметиканың бір затын қосты, Аякоштан алып. Машина жабыстырды. Заколкаларды жабыстыру қиын болып жатыр. Сонда да осылай жабыстырып жатыр. Тарақты жабыстырған жоқсың, иә? Тарақты жабыстырады қазір. Жабыстыратын ойыншықтар іздеп отырмыз.
Енді буыншақтарды салам. Достар, міне Анелияның аты не еді? Фиджетборд. Иә, сондай дайын болды. Мен айта алмай жатырмын, дұрыс ести алмай жатырмын, не айтып жатқанын. В общем, осындай заттарды жабыстырды. Бір жұмыс кем ғой. Иә, кәдімгідей уақыт алады, зато тыныш қана шығармашылықпен айналысып отырасыздар, өйстіп жасаған болсаңыздар да комментарийға жазып кетіңіздер. Сіздер қандай заттар қолдандыңыздар? Ал енді давайте бұл АСМР бола ма, болмай ма көрейік. Достар, міне Анелияда осындай ойыншық шықты. Фигерборг па, сондай қазақша аудармасын дұрыс таппадым мен. Сіздер біліп атсаңыздар, комментарийға бөлісіп кетіңіздер. Қазір енді осыны Алиханға да береді. Алиханға бересің ғой, ойнауға? Түкіні бисерлерін шашып алмау керек екен. Осындай видео шықты бізге. Достар, лайк басып, комментарий жазып, қолдауды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.